бәрі ойлап тұр, Қытайдың бұған қарсы амалы бар деп. Бірақ көп жұрт Қытайдың экономикасының құрылымын түсінбегендіктен бұл сөзді асығыстықпен айтып отыр. Немесе советтік орыстық ақпараттық пропагандаға уланған Қазақстан сияқты елдерде тіпті көзі ашық көкірек ояу дейтін зиялылардың өзі солшыл лептистік глобалистердік теріс көзқарасына уланып қалғандықтан Еуропа мен Америкадағы әсіре қызыл, әсіре солшыл бағыттағы бір бүйрегі коммунизмге бұратын демократтар мен глобалистердің теріс үгіт насихатына алданып қалғандықтан оларда бұл мәселеде Қытай жеңеді, Қытайдың мұртын балта шаппайды деп адамның ақылына сыймайтын саяси сараптамаларын жасап жатыр. Енді біз Қытайды жетік білетін адам ретінде және Американың бұл саясатының аржағында не жатқандығын жетік білетін адам ретінде біз мына түсіндірмелерді сіздердің назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Біріншісі, Қытай коммунистерінің мына құбыжық жүйесінің екі үлкен негізгі экономикалық кіріс көзі бар. Біреуі Қытайдың жылжымайтын мүлік нарығы. Екіншісі Қытайдың бүкіл дүние жүзіне экспорттайтын арзан тауары. Енді баршаңызға белгілі, Қытай жылжымайтын мүлік саласына бүкіл Қытайдың тапқан табысын салып отыр. Бұл жылжымайтын мүлік саласы, тұрғын үй саласы, жаңағы бизнестердің, компанияларға керекті ірі құрылыстар саласы, мемлекеттің ірі тас жолдар саласы, темір жол саласы. Әсіресе мынау Ху Жинтау мен Ши Цзиньпиннің кезінде тіпті басы Jiang Zeminнен басталған, соңғы 30 жылда басталған Қытайдың қарқынды темір жол саласы. Шектен тыс салынған, аудан орталықтарына дейін салынып кеткен Қытайдың әуе жолдары. Қысқасы мемлекеттік, үкіметтік тапсырыспен жасалып жатқан барлық макро объектілер, макро құрылыстар. Әуежайлар, порттар, компаниялар, зауыт өндіріс орталықтары, қабат-қабат тас жолдар, қалалар мен қалаларды бірінен кейін бірі тұтастырып отырған ірі қарқынды тас жолдар, ақылы тас жолдар, және осымен қатар соңғы кезде Қытайдың өзінің дәстүрлі темір жолынан параллель түрде салынған Қытайдың қарқынды темір жолы. Бұл Қытайдың қарқынды темір жолы Қытайдың дәстүрлі темір жолынан бөлек. Бұндағы жылдамдықты жұрттың бәрі табынып, тамсанып тұрып айтып, бүкіл дүниеге Қытай темір жолының бір аңызын жеткізгенде, бірақ керісінше жұрт бұл арада бір нәрсені түсінбей тұр. Қытайдың осы темір жолдары, осы салған әуежайлары, порттары, осы салып тастаған даңғырадай микро райондары, осы салып тастаған зауыттары, өндірістері, әуежайлары, кеме пристандары, порттары, тіпті Қытайдың компартиясының бұйрығымен дүниеге шектен тыс арзан бағада сатылып жатқан электр көліктері енді осының барлығы Қытай өкіметінің басындағы үлкен бас ауру болып отыр. Жұрт түсінбейді. Бар нәрсе неге бас ауру болады дейді. Ендеше сіздерге мынаны түсіндірейік. Совет одағы құлаған кезде, Совет одағы Америкамен әскери қару-жарақ бәсекесіне түсті. Сен бір атом бомба жасасаң, мен екеу жасайым деді. Сен бір зымыран жасасаң, мен екеу жасайым деді. Американың бүкіл дүние жүзінде әскери базаларды көбейтуіне байланысты Совет одағы да өзінің одақтастарын шектен тыс қару-жарақпен қамдай бастады. Бірақ Совет одағының бюджеті тек мұнай газ экспортына ғана тәуелді жалаң бюджет еді. Ал Американың бюджеті ол миллиондаған жеке өндірушілердің және нарық реттеп отырған өндірушілердің табысынан түсетін табысқа байланысты еді. Ол шикізат арқылы байып отырған ел емес еді. Ол және өзінің технологиясын сыртқы экспорттайтұғын. Оның өндірген зауыттары, оның өндірген тауарлары, оның
кірісінің саналуандығын кепілдендіріп отырған еді. Ал Совет одағында сыртқа қару-жарақ, пулемет, тағы басқа атом, зымыран, радарлық жүйе, сүңгуір кеме, тағы атқыш, шапқыш, қырғыш, со сияқты заттардан басқа Совет өндірген тауар, Совет өндірген осы замандық құрылғы, немесе Советтің цехы, Советтің тауар өндіру жүйесі дейтін зат болған жоқ. Сөйтіп ең соңында Америка Совет одағын қалай құртты дегенде, бүкіл бюджетін әскери салаға жұмсап жүрген Совет одағы сол даңғарадай қып салып тастаған ірі қалалары, құрылыстары, пайда түспейтін тас жолдар, пайда түспейтін тек жаңағы қырғыш жойғыш қарулары. Себебі ол қарулар адамдарға, мемлекеттерге керек, бірақ қарапайым халыққа керек емес. Және ол үздіксіз, ол қаруды бір алған адам үздіксіз алып тұтынып отырмайды. Бірақ Американың тауарын тұтынған адам үздіксіз тұтынады. Гәп сонда сөйтіп қару-жарақ бәсекесі, әскери бәсекеден Совет құлады. Екіншісі, Советті құлатқан себебі Сауди Арабияны одақтас қыла отырып, мұнайдың бағасын түсіріп құлады. Үшіншісі, Сауди Арабияға доллардың бағасын түсіретіндігін күні бұрын айтты. Сөйтті де Сауди Арабия өзінің сақтап отырған долларын күні бұрын сатып құртып, ал доллар құнсызданған кезде қайтадан сатып алып, екі есе пайда тапты. Тіпті ол мұнайдан да көп пайда тапты. Ал мұнайдың бағасын 3-1%-ға, яғни 3-1 көлемге азайтып жібергенде Советтің бюджеті көріне қалды. Екінші мәрте оны азайтып жіберген кезде мұнайға есептелген Советтің бюджеті бойынша күн көріп отырған Совет одағы ең соңында өзінің әскери саладағы адамдарына да айлық бере алмайтын халге жетті. Қысқасы, Совет солай қаңырап қалды. Зымырандарды емін-еркін өндіретін ғалымдар джинси шалбарды Еуропа, Америкадан контрабандамен келген жолдан сатып алатын болды. Өзі ғарыштық технологияларды зерттейтін мекеменің қызметкері тырнақ алғышты Шығыс Еуропадан немесе Корей мен Жапония, Сингапурдан контрабандамен келген тауарлардың көлеңкелі базарынан сатып алатын болды. Міне Совет одағы солай құрды. Қазіргі Қытайдың экономикасының жалаңдығы тура соған бара жатыр. Бар болғаны Қытайдың Советтен айырмасы, ол дүниежүзі сауда ұйымына кіріп алғаннан кейін бүкіл тұрмыстық техника, фабрика, жеңіл өнеркәсіп, азық-түлік өңдеу, құрылыс материалдары, анау мынау рудаларды тұтастай немесе жартылай өңдеу, осының барлығында ол Советтен өзгешелеу болды және озық болды. Бірақ енді сол Советті алдымен шығынын тек әскери салаға бір жұмсатып, Советтің қалтасын бір қаққан батыс, екіншісі мұнайдың бағасын түсіріп, Советтің кіріс көзін екі қаққан батыс, енді қазір Қытайдың жылжымайтын мүлік саласын бір тоқыратты, бұл бір. Екіншісі, Қытайдың жан бағып отырған күре тамыры болып отырған, Қытайдың бүкіл тура өмір сүруінің негізі болып отырған сыртқа сататын арзан тауары. Енді осы Қытайдың күре тамырын Трамп орып жіберді. Қысқасы, Трамп Ши Цзиньпинді шаштан ұстап тұрып, бетін құбылаға қаратып тұрып, оны тамақтан орып жіберді. Бисмилла рахман рахым деді де, сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ деді де, орып жіберді. Қытайдың қазір Гонконгтың жарна базар туралы сіздер ағылшынша немесе қытайша Google-ге жазып іздеп көрсеңіздер, енді ол ақпараттардың телегей теңіз ақпараттардың басым көп санысы 99% аңыраған зарлаған. Екіншісі, тек 2023 жылдың өзінде тек қана Гонконг өзі қабылдап алып, Гонконгта өндірілді деп Америкаға сатқан Қытай тауарының өзі $300 миллиард болған. Яғни Назарбаевтың 30 жылда Қазақтан ұрлап Дубайға алып кеткен ақшасындай ақша болған. Гонконг сондай тауарды Америкаға экспорт. Енді қазір Гонконгта бүкіл банктік сала, Гонконгтың, Хонконгның қаржы, жарна нарығы және осы Қытайдан алып шетелге экспорттайтын тауар тұтасымен аяқтады. Бұл бір. Екіншісі, қазір Шанхай жарна базары құлады. Шэньчжэнь жарнасы құлады.
Хонконг жарнасы құлады. Енді кеше оңтүстік шығыс Азия, Вьетнам, сонымен қатар Малайзия, Индонезия, Камбоджа, Тайландтағы Қытайлардың құрып тастаған зауыттары. Және Қытайлар жарым-жартылай өндіріп, осы елдерге жіберіп, артынан осы елдер маркасын жапсырып, Тайландта өндірілді, Вьетнамда өндірілді, Малайзияда өндірілді, Кореяда өндірілді деп шетелге, әсіресе Америкаға сататын тауардың бәрі енді өлім жазасына тап болды. Қазір Қытай сөздің шыны бүкіл осы тауарларын қайда апарарын білмей, әуелі Америкаға тура пойыз сияқты, рельсте тоқтаусыз жүріп келе жатқан пойыз сияқты, бірінің құйрығын бір тістеп, бірінің ізін, бірінің өкшесін бір басып, Америка қылған Қытайдың кемелері енді Еуропаға бет алған. Ал Қытайдың арзан тауары тасқыны Еуропаны басып қалмасын деп, Еуропада қалыптасқан экономикалық тәртіпті жүйені бұзбасын деп, Еуропада Қытайдың тауарына тариф енгізді. Енді қызық, Вьетнам 1, Корей 2 қазір Қытайдың болат темір өнеркәсіп тауарларына, тағы басқа жеңіл өнеркәсіп тауарларына 30-да 40% салық енгізіп тастады. Олар неге енгізді? Себебі Вьетнамда құрылған Қытайдың 300-ден артық компаниясы Вьетнамда өндірілді деген желеумен. Кейбіреу шынында Вьетнамда өндіріледі, бірақ бәрібір Қытайдың ұлттық компаниясы. Кейбіреу жарым-жартылай Вьетнамда өндіріледі, бірақ бәрібір Қытайдың ұлттық компаниясы, не жекеменшік компаниясы. Осының барлығы Американың нарығын жаулап отырған. Трамп енді осы арзан шұрым-бұрым бүкіл тұрмыстық техника, мақта, ауыл шаруашылық өнімдері, қысқасы бүкіл адам тұтынатын барлық тауар атаулының барлығының Қытайдан шығатын қайнар көзіне 100% тосқауыл қойып отыр. Енді мына арада Трамптың бүкіл осы келіссөздегі оның бір керемет бір тактикасы, оның бір саудадағы мынау өзара жаңағы екі жақты сөйлесудегі оның бір керемет саудагерлерге, бизнесмендерге тән ерекше бір артықшылығын жұрт байқағанда болу керек. Ол алдымен 34% салық енгізді де, егер Қытай бұған қарсы салық енгізсе, мен 50% салық салам деді. Сөйтсе, есіреңдеген Қытай, біз деген ақпыз, көкпіз, Қытай экономикасы деген үлкен алып мұхит сияқты, егер кішкентай бір өзгерістерге толқыса, ол мұхит болмайды, азғантай желге, дауылға толқитын олар көлшіктер, біз деген алып мұхитпыз, біз қысқасы былқ етпейміз деді де, олар 34 салды. Негізі Қытайдың салатын 34-ті Қытайдың азиялық уақыты бойынша, яғни GMT уақыты бойынша плюс 8 уақыты менен әлі 10 неше сағат бар еді оның іске қосылуына. Бірақ Трамп Қытайдың әлі ауызда айтқан, әлі іске қоспаған Америкадан алатын тауарына іске қоспаған салығына 50% салам. Сен 8 сәуірден бұрын райыңнан қайтып, тізеңді бүгіп, жаздым, жаңылдым, қасықтай, қанымды, шыбындай, жанымды қый демесең 50% салам деді. Бірақ Қытай әлі салмай, тек салам деген сөз үшін тұмсықтан бірақ жеді. Енді Трамптың 50% салығы жарияланып кетті. Оның атқарылатын, тура мен осы лекцияны сөйлеп отырғаннан бір тәулік өткеннен кейін, яғни Американың уақыты бойынша бүгін сейсенбінің түні болса, Американың уақыты бойынша сәрсенбінің түнінде Трамптың 104% кедендік салық іске қосылады. Осыдан бір нәрсені байқадыңыздар ма? Трамптың мақсаты Қытайды осы уақытқа дейін Американың нарығын меңгеріп келген, және дүниежүзі сауда ұйымына бұқпантайлап, айлакерлікпен кіріп алып, енді сол арқылы бүкіл Американың технологиясын ұрлап, өндірісін ұрлап, және Американың нарығын меңгеріп отырған осы қисынсыз жағдайда аяқтатпақ. Бір мысал, коронавирустың кезінде Америка сасып қалды. Сөйтсе, қарапайым ауызды жабатын маска, яғни бетперде, бет тұмшадан тартып, қарапайым
гигиеналық заттарға дейін тұтасымен 100%-ға жоқ Қытайдан енеді екен. Сонда Қытай Америкадағы маскаларды, Америкадағы антибиотиктік дәрілерді, Америкадағы тағы басқа осы тыныс жолдары ауруларында пайдаланатын заттарды, тіпті қолды дезинфекциялайтын заттарды Америка нарығынан тасып алып кеткенде, Америка соның бәрін өзі өндіре алмай, бір мезет естен айырылып тотиып қалғаны бар. Коронавирус Американың есін жейді. Коронавирус Америка саясаткерлерінің есін жейді. Олар Қытайдың қаншалықты зұлым екендігін сонда білді. Енді қараңыздар. Компьютер дейтін затты Америка ойлап тапты. Бірақ қазір бір компьютер Америкада өндірілмейді екен. Оның бөлшектерінен тартып, оның камерасынан тартып, оның қатты дискілісінен тартып, оның процессорінен тартып, оның CPU-ы, оның жаңағы азу тұтасыменен, мейнборд, аналық денесінен тартып тұтасымен негізінен Қытайда өндіріледі. Ал Америкада сол Қытайдың жаңа Lenovo'сы бар, басқасы бар, анау Сингапур, Тайландта өндіретін Seagate қатты дисктері бар, жады сақтауыштары бар, соның барлығы айналып келгенде Американың нарығын 100%-ға жуық жаулап алған. Трамп енді осыны аяқтатпақшы. Кедендік салық. Сіздер саясаткерлердің тәтті сөзіне алданып қалмаңыздар. Мысалы, Еуропада Қытайға тізе бүкті. Оның дәлелі Еурокомиссияның бастығы Урсула фон дер Лайен біз Трамппен өнеркәсіп өнімдері бойынша екі жақты нөлдік салыққа келуге тырысамыз. Трамппен осы мәселеде келіссөз өткізгіміз келеді. Ол 30 миллиард па, 300 миллиард па бірдеңе Американың тауарына салық салыпты дейді. Бірақ ол салықтардың барлығы Американың Еуропаға экспорттайтын тауарлардың қасында түк емес тауарлар. Ол салықтарды саламыз деу арқылы тек бар болғаны өзін сайлаған, тіпті сендер неге Трамптың алдында тізе бүктіңдер дейтін өзінің сайлаушы халқына жасап отырған бір жарнамасы ғана. Ал шын мәнінде олар өнеркәсіптік тауарлар бойынша, машина өнеркәсібі бойынша, металлургия, темір терсек, тағы басқа салалар бойынша енді Америкамен нөлдік салыққа ойысамыз дейді. Неге? Себебі бұғанға дейін Еуропа мен Американың ортасында сіздер Google-ге кіріп, Еуропаның Америкаға экспорты қанша, Американың Еуропаға экспорты қанша, Американың тауарына Еуропа қанша пайыз салық алды, ал Америка Еуропада өндірілген тауарға қанша пайыз салық алды. Соны бір тексерсеңіздер, көздеріңіз шырадай жанады. Яғни Америка Еуропаның тауарларына өте төменде салық салды. Тіпті көп тауарлары салықсыз кіріп отырды. Ал Американың тауарларына Еуропа жоғары салық салып отырды. Және Америка Еуропадан қанша миллиард алғанына қарамастан, Еуропа Американың тауарын соған тең баламада сатып алмайды. Керісінше ол Американың тауарына ұқсас баламасы бар, Жапондікін, Корейдікін, мысалы машинасы болса, және басқа Қытайдың тауарын алады. Мысалы, ұқсас Еуропаға кіретін көлік, соңғы кезде Американың, мысалы, Ford көлігі, GMC көліктері, General Motors көлігі емес, Жапонның Toyota Honda'сы, Корейдің Hyundai'ы, тағы Корейдің Daewoo'сы анау мына болды. Соңғы кезде Қытайдың электр көлігі Еуропаның нарығын тасқын құсап, сең құсап басып қалды. Қызыл сең болып Еуропаның нарығын басып қалды. Енді осыдан ойлаңыздар. Сонда неге Америка бәленбай триллион долларға Еуропаның тауарын сатып алу керек те, ал Еуропа Американың сондай көлемдегі тауарын алғанның орнына олар Жапоннан, Корейден алу керек. Неге Американың нарығында Американың өз көлік өндірушілерінің машинасы өтпей, Еуропаның, Германияның, Францияның көліктері Америка нарығында жеңілдетілген жолменен, жеңілдетілген салықпен сатылып, ал Американың көлігі керісінше қымбат салық төлеп, Еуропаның нарығына кіргенде, оның бағасы еуропалық көлік өндірушілерден қымбатқа түсу керек, ал еуропалықтар керісінше Жапон, Корейдің қолжетімді көлігін алу керек. Бұның барлығы Америка осы уақытқа дейін кәдімгі
10 неше ағайынды, мысалы 12-13 ағайынды үлкен бір отбасы десек, бүкіл дүние жүзін әлгі аға бауырларының барлығын қамтып болды деп үлкен шаңырақ боп, кәдімгі соның бәрін көтеріп, ұлын оқытып, қызын ұзатып, келінін түсіріп, сөйтіп, ең соңында өзі қараса, жаңа қара шаңырақты ұстап отырған ұл бәрінің шығынын өзі төлейді, бірақ оған көмектескен ешкім жоқ. Американың қазіргі жағдайы осы. Өзі компьютерді жасайды, бірақ компьютерді ең соңында өзі өндірмейтін қалға жеткен. Өзі бүкіл медициналық жаңалық ашады, бірақ оның бәрін Қытай өндіреді. Айфонды зерттеп ойлап тапқан адам Американың азаматы, бірақ айфон Қытайда өндіріледі. Енді ары қарай есептей беріңдер. Енді қысқасы Трамп Қытайды бисмилля рахман рахим деп бетін қыбылаға қаратып тұрып бауыздады. Ендігі әңгіме, сіз де біз де осы бір тәулік алақанымызды жайып дұғамызды тілейік. Құдай Ши Цзиньпинді алжастыра көр. Құдай Ши Цзиньпиннің ақылын тоқтатып таста деу керекпіз қысқасы. Себебі Қытайда қазір екі ұшақ жол бар. Біріншісі, Қытайдағы ішкі саяси жағдайды жұрт тек болжайды. Не болып жатқанын ешкім білмейді. Біреу айтады, Ши Цзиньпин жоқ, әлі ол өзінің құқын ұстап меңгеріп бәрін шырқ еріп отыр дейді. Біреу айтады, жоқ, ол тек форма да қалды, әскери билікті Жаң Юши алып алды дейді. Енді оны ешкім түсінбейді. Мен де түсінбеймін, сен де түсінбейсің. Бүкіл жер бетінде Ши Цзиньпиннің қолында қазір нақтылы билік бар ма, жоқ па? Ол шын мәнінде әскери билікті тартқызып қойып, өзі тек формалды партияның басшысы болып қана қалды ма? Ешкім білмейді. Мен де кеудемді соғып, менің айтқаным дәл келеді деп мен айта алмаймын. Себебі Қытайда бұндай жағдай бұрыннан бері, әсіресе коммунистер билікке келгеннен бері бұндай жағдай сан мәрте болғандықтан ешкім білмейді. Ең соңында Ши Цзиньпинді не атып тастағанда, не тұтқындағанда, немесе ол өліп қалғанда, немесе оны мәжбүрлі тақтан алып Мао Цзедонның тоқалы Жаңшыңды тұтқындап, сол билеп отырған жерінен халық құрылтайының үстінен тұтқындап апарып түрмеге тыға салған сияқты, немесе 4 кісілік төбе Жаң Чунчау анау-мынау деген сол бүкіл мәдениет зор төңкерісіндегі 4 құтырық Қытайдың әсіре солшыл, әсіре марксшыл, әсіре маушыл 4 саяси тұлғасын халық құрылтайының үстінен тұтқындап түрмеге тыға салғаны сияқты сондай бір сұрапыл саяси өзгерістер болғанға дейін ешкім білмейді. Мысалы, Дэн Сяопиннің өзі де солай билікке келді. Ол тек партия комитетінің бас хатшылығын біреуге формалды ұстатып қойды да, өзі шын мәнінде бәрін билеп төстеп отыр. Сондықтан Ши Цзиньпин қазір билік иесі ма емес пе ешкім білмейді. Сондықтан енді Қытайда мындай бір тәсіл бар. Шынайы жеме-жемге келгенде олар партияның билік иесін аударып тастап, орнына басқа бір тың команда, тың адам шығып, сонымен Америкаға тізе бүгіп, жаздық, жаңылдық, бірақ біздің мұншама тауарымыз енді сізге сіз айтқан бағаменен кірсін, ал сіздің тауарыңызды біз салықсыз кіргізейік деген келісімге келуі мүмкін. Егер ондай келісімге келсе, егер саудагер Трамп соның бәріне жаңағы көне қоятын болса, онда шипа бітті. Онда Қытай тағаман қалады. Онда бейне Маудың былығынан, Маудың салған зобалағынан Қытайды құтқарып қалған Дэн Сяопин сияқты біреу Қытайда билікке келсе, онда мына зұлым Қытайды Американың жазасынан аман алып қалады. Ал егер олай болмай, Ши Цзиньпин шынында өзінің билігінде болып, ол әлі Қытайды аш салақанда жұмса жұдырығында ұстаған беті, ол сол 34%-ын салам деп, сен 50 салсаң, мен де 50 саламын деп ерегесе түссе, онда сізбен біздің көктен тілегенімізді Құдай жерден берді деген сөз. Онда Қытай енді қоңыз теріп кетеді. Енді жүнжеп жабағы шыққан Қытайды енді көресіздер. Яғни Қытай осымен тарихтың қоқсығына лақтырылады. Соның барлығы міне 9 сәуір Америкада түнгі сағат 0 болғанда Трамптың соңғы шешіміне байланысты. Трамп әлден жариялап қойды. 104 ертең осы уақытта түнде жүзеге асады. Американың уақытымен, шығыс уақытыменен түнде жүзеге асады. Енді қазір көп жұрт ойлайды, ойбай, Жапония айтыпты, Корея бүйтіпті, анау-мынау.
Кеше мен осы түнде жатар уағымда 50-ге жуық ел Америкамен келіссөзге келуге ниет білдіріп, Ақ үймен хабарласыпты деген. Міне әлгінде осы лекциямды сөйлеуден бұрын бұның саны 70-ке жетіпті. Тайван, Американың ең сенімді одақтасының бірі, Тайванның басшысы президенті Лай Чинді біз Америкамен келіссөзге келуге тырысамыз деді. Қарсы салық салмаймыз деді. Жапония, мен Трамппен келесі аптада сөйлесемін деді премьер-министрі. Біз қарсы салық салмаймыз, екі жақты салықта келісімге келуге тырысамыз деді. Шаралар жоқ. Көп жұрт ойлайды, неге Тайванға салады, неге Жапонияға салады? Сіздер тағы да қарапайым сауат. Қарапайым сауат, ең қарапайым, бала да шаға да білетін сауат. Гуглге кіріңіздер де, Жапонияның Америка тауарына салығы қанша, Американың Жапон тауарларына салығы қанша болғанын, бұрынғы тарифі қанша болғанын білсеңіздер, Трамптың енді бұл салықты салғанның сырын түсінесіздер. Тайванда да солай. Тайванның Америка тауарларына бұрынғы салығы қанша, ал Америка Тайванның бұрынғы тауарларына салығы қанша болды. Енді түсінсеңіз, Трамптың салықта, яғни салықтағы тепе-теңдік дейтін ұстанымының мәнін түсінесіз. Яғни, енді қызық мысалым, мен тауар өндірем, сіз тауар өндіресіз. Сіздің тауарыңызды мен өз еліме кіргізген кезде, мен не бар 10% салық алсам. Бірақ менің тауарым сіздің еліңізге кіретін кезде, сіз 50% салық алсаңыз, бұның қай жері әділетті сауда болады? Қай жері әділетті сауда болады? Мен өндірген тауардың, мысалы 100 тауар өндірем, сіз оның не бәрі аласыз да, 50-ін аласыз да, 50 тауарыма баламаласты басқалардан сатып аласыз. Менің алмамды алмайсыз, менің бидайымды алмайсыз, менің күрішімді алмайсыз, менің тауығымды алмайсыз. Бұның барлығын басқа тауық өндіруші, бидай өндіруші, күріш өндірушіден аласыз. Ал менен тек санаулы жаңағы өзіңізге керек деген зәруіңізді ғана аласыз. Ал мен сіздің тауарыңызды алам. Мен сізден жаңағы бір жылда $100,000 тауарын сатып алып отырам, мысалы, образдап айтқанда. Ал сіз менен не бәрі $20,000 тауарын аласыз да, керісінше қалған $80,000 басқаның тауарын сатып алуға жұмсайсыз. Менің көршілерімнен келіп алып кетесіз, менің көзімді бақырайтып. Бұл саудадағы әділдік па? Жоқ. Демек, Трамптың саудадағы бұл батыл шешімдерін сынап мінеп жатқандар кімдер? Орыс тілді ақпараттар. Екіншісі, Трампқа қарсы дүниежүзілік глобалистік солшыл бағыттағылар. Трамп қалай болмасын, бүкіл дүниедегі тауар өндірушілерді енді Америкаға шақырғалы жатыр. Америка, бүкіл дүние. Мысалы, Тайванның президентінің өзі, бүкіл дүниежүзіндегі алдыңғы 10 бай елдің қатарына кіретін Тайванның президентінің өзі, Тайванның жаңағы чип өндіретін компаниясынан тартып, басқа да өндіріс орталықтары Америкаға $триллиондаған инвестиция салатын болады деп жариялады. Міне. Енді тек Бразилия ғана, біз Америкадан қорықпаймыз деп Бразилияның жаңағы билеушісі анау-мынау деп айтыпты. Бірақ Бразилия кім еді? Бразилия Америка үшін ешкім демес. Бразилия әлемдік экономикада кім еді? Ешкім демес. Экономикада Америкамен тепе-тең тұра алатын деңгейдегі Еуроодақтың өзі өнеркәсіптік тауарда Америкамен нөлдік салыққа келісуге тырысамыз деп жариялағанның өзі осының дәлелі. Билікке келгенге дейін, премьер-министр болғанға дейін, Трампты сынап мінеп, Канада деген Трамптан қорықпайды деген Канаданың премьер-министрі билікке келгеннен кейін Трамптың алдында тізелегеннен ақ соны білсеңіз болды. Ол елдің дауысын алғанға дейін пиарды өлтіріп тұрып жаңағы жасады. Неге? Ол қалай болмасын сахнаға шығу керек болды. Ал сахнаға шыққаннан кейін енді шамаға қарай ес көретін, көрпеге қарай көсілетін болды. Неге? Өмір осылай, шындық ащы. Ең қысқасы, Францияның президенті Макарон Францияның ең алдыңғы қатарлы 50 шақты
тауар өндірушілерін ең 50 шақты олигархын шақырып алып, Америкаға қарсы тұрайық, Трампқа қарсы тұрайық деген әңгімені айтқан ғой. Соны естіп отырып, әлгілердің кейбірі отырған үстелінен құлап қала жаздап. Есің дұрыс па деген ғой. Есің дұрыс па сенің өзі? Сен сонда не Францияда коммунистік, социалистік жоспарлы шаруашылық жүргізейін деп тұрсың ба? Бұл деген ашық нарықтық шаруашылық қой. Біздің бүкіл табысымыз Америка нарығынан келеді. Біздің өндіріп жатқан тауарымыздың қанша бір бөлшегі Американың технологиясы, Американың патенті, Американың бөлшегін аламыз. Американың нарығынан қанша ақша жасап отырмыз. Сен мұны шатқаяқтап тұрған Францияның нарығынан біз табыс табады деп тұрсың ба? Сонда біз сенің саяси амбицияң үшін біз өзіміздің жеп отырған нанымыздан айырылайық па? Деп әлгілер Макронның өзіне дүрсе қоя беріпті. Тіпті олар керек десең, біз сол зауытты көшіріп Америкада өндіруге дайынбыз деп. Сонымен Макронның да белі белгілі бола қалыпты. Демек, бұл бүкіл дүние жүзіндегі, жер бетіндегі адам жасап отырған елдің бәріне салынып отырған салық айналдырып келгенде мақсат Қытайға бағытталып тұр. Негізінде Трамп Қытайды құлатайын деп ойламағанда болуы мүмкін. Оның нақтылы жоспарын бір өзі біледі, бір Құдай біледі. Трамптың ең үлкен артықшылығы да оны ешкім болжап біле алмайды. Ол шай ішіп отырып былайда құбылуы мүмкін, былайда құбылуы мүмкін. Ол күліп отырып, саясатын былайда жасауы мүмкін, алайда жасауы мүмкін. Оның бүкіл жер бетіндегі сіз біз білетін және көзіміз үйреніп, құлағымыз үйреніп қалған барлық саясаткерден кемшілігі де оның саясаткерлерге, сіз біз саясаткер дейтін, галстугін қылғынып, тағынып, костюм шалбарын сықиып киіп алған, сөзін мысқалдап, грамдап сөйлейтін, микрограмдап сөйлейтін, кәнігі, дағдылы, тіс қаққан саясаткерлерден өзгешелігі де оныкі осы. Оның артықшылығы да осы, оның кемшілігі де осы. Оны ешкім болжап біле алмайды. Оның не айтып отырып, не істейтіндігін ешкім білмейді. Бірақ қалай болмасын, Қытайда ол үлкен толқын қозғады. Қытайдың Синьхуа агенттігінің өзі Американың кеден салығына қарсы тұрамыз деп арпылдаған сұмдық мақаласын 1 сағатқа жетпей өшіріп тастап отыр. Қытайдың мемлекеттік ақпарат агенттігі. Және кезінде Ши Цзиньпиннің ең сенімді серігі болған Лю Хе деген Қытай болды. Ол премьер-министрдің орынбасары болды. Және ол Лю Хені Байденнің сол кезде мемлекеттік бас хатшысы Антони Блинкенменен Аляскада сөйлесуге Ши Цзиньпин жібереді. Ал бұл Лю Хе кезінде Трамптың командасымен де келіссөзге отырған адам. Бұл Лю Хе Қытайдың ең үлкен саяси бюросындағы Қытайдың, былайша айтқанда, Қытайды билеп отырған 7 үлкен коммунистің ішіндегі әрі саясатты білетін, әрі экономиканы білетін сауаттысы еді. Ши Цзиньпин өз 5-ші сыныптық сауаты бар. Оның қасындағы анау ең сенімді серіктерінің де сол 5-ші, 6-ші сыныптық қана сауаты бар. Ал Лю Хе кәдімгі халықаралық деңгейде экономист еді. Ең сұмдығы осы Лю Хенің ұлы Лю Тяньран деген Қытай тұтқындалып отыр. Неден? Жемқорлықпенен. Ол кім еді? Ол Тяни корпорациясы дегенді құрды. Одан тағы бірдеңе Капитал деген бір компаниясын құрды. Одан Гонконгте бір қор құрды. Одан қысқасы ол триллиондарды ойнатты. Ол жаңағы Джек Масы бар, жаңағы Tencent бар, жаңағы AliExpress бар, солардың түскен ақшасы, Қытай Телеком бар, сосын мынау CNPC, Sinopec, Қытай мұнай газы бар. Сол ұлттық компаниялардың ақшасын халықарада финанстық сервис деген атпенен меңгеріп отырды. Ол триллиондармен айналысқан бәле енді сол тұтқындалды. Және ол Лю Хенің жар дегенде жалғыз ұлы. Лю Хенің ұлының тұтқындалуы, біреулер айтады, Ши Цзиньпин соны ертең өзіне қауіпті деп тұтқындады десе, біреулер айтады, жоқ, Ши Цзиньпиннің ең сенімді серігін Жаң Юша шетінен отап келе жатыр. Жаң Юша қазір Ши Цзиньпиннің айналасын тұтас отап, оны жалғыз қалтырып отыр дейді. Кімге сенерімізді ешкімде айта алмаймыз. Қазір Қытай өте түсініксіз жағдайда. Бірақ Қытайдың дәл қазіргі саяси элитасындағы, дәл қазіргі Ши Цзиньпин енді мейлі
оны жұрт биліктен айырылды десін, айырылмады десін, қалай болмасын, формалды түрде, қазір заңды түрде Қытайдың бірінші басшысы Ши Цзиньпин болса, оның ең сенімді экономист серігінің ұлының тұтқындалуы ендігіде Қытайдың жоғарғы жағында кім Ши Цзиньпин үшін экономикалық халықаралық геосаяси, әсіресе Трамп пен екі ортадағы мынау сауда соғысы мәселесін шеше алады дегенді алдыға тастайды. Ши Цзиньпин өзінің 5-ші сыныптық сауатымен бұндай мәселені шеше алмайды. Бірақ мен өз басым тілеп отырмын. Құдай Ши Цзиньпин Трамппен алыса түс дегенді тілеп отырмын. Айғырмен алысқан ат арқасын алтырады, ажалды қарға бүркітпен ойнайды. Ши Цзиньпин Трамппен алыса түссе, мына зұлым, жауыз, фашистік, коммунистік, социалистік, маркстік, фундаменталистік, радикалдық, маушылдық Қытай империясы тасталқан болса, Қытайдың тепкісінде 1882 жылдан бері Шүршіт, Орыс, Петербор келісімі, Іле келісімі, Тарбағатай келісімінен бері Қытайдың отары болып қалған, қазақтың ежелгі ата қонысы Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Тақия, Жыңғылды, Сайрам, Баркөл, Мори, Ақсай, Боғда, осының барлығы қазақтың өзіне қайтып келуі мүмкін деп, күні түні дұғамызда тілеп отырмыз. Аллаға жалбарынып, Құдай, Қытайды 40-қа бөлегір, орысты 30-ға бөлегір, Қытайды тас-талқан қыл, орыстың күлін көк күшір. Қытай ешқашан қуатты мықтел болып айналасына жәбір көрсете алмай қалсын. Орыс ешқашан ешкімге айбар көрсете алмайтын болсын, зәбір жеткізе алмайтын болсын деп дұғамызда тілеп жатырмыз. Енді кешегі сәбетті Рейган құлатқан болса, бүгін Қытайды егер Трамп құлататын болса, 1000 жерінен бұл шалды жек көрсең де, ішіңнен разы болмасқа шараларыңыз жоқ. Қазақ тілді аудиторияда Трампқа қарсы үгіт насихат деген дүрілдеп жүріп тұр. Мен сол қазақтарға ерінбей айтам да, жазам да. Сендер Трампты жек көрген осы ерік жігерлеріңнің бір 10% менен Назарбаев, Тоқаевты жек көрген болсаңдар, қазіргідей ел сорлы қалде болмас еді. Айдаладағы атасы басқа иті қарағасқа біреуді жек көріп, айдаладағы азуын айға білеген алып империяның халқы сайлаған, халықтың сайлауымен билікті қолына алған біреуді жек көргенше, сені сорлатып, өзін-өзі сайлап алған, Мәскеудің бұйрығын тапжылмай орындайтын, қазаққа қаратып оқ атқан, қазақты қынадай қырған, қазақты жоқшылықта, қайыршылықты ұстап отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық зұлым жүйені жек көріңдер. Қолдарыңнан келсе, қазақты сорлатып отырғандар жек көріңдер. Айдаладағы басқа елдің басшысында бастарыңды қатырып нелерің бар дегім келеді. Халықаралық геосаясатта осындай сұмдық сұрапыл өзгерістер болып тұр. Кейбір лекцияларды мен YouTube'да айтып үлгермеуім мүмкін. Соңғы бірнеше күн қарбалас болып кеттім. Өздеріңізді көріп жүрген боларсыздар. Ұйқым қанбай, көзім кіртиіп жүр, көңіл күйімде онша тұрақты емес. Сондықтан мен кейбір лекцияларды сол Telegram каналымыз бен WhatsApp каналымызда кәдімгідей аудио күйінде сөйлей салу мүмкін. Сондықтан шұғыл түрде қандай да бір ақпараттар керек болатын болса, біздің Telegram каналға, WhatsApp каналымызға жазыла салғандарыңыз әлде қайда қайырлы. Мынау біздің Telegram каналымыздың QR коды міне. Telegram каналымыздың QR коды. Осы QR кодты сақ еткізіп, скайнерлеп, скриндеп алсаңыздар, осыны жаңа айнала туыс туған жора жолдастарыңызға жіберсеңіздер болғаны. Бұл біздің Telegram каналымыз. Енді WhatsApp каналымыздың QR кодын көрсете салайық. Соған қосылсаңыздар, channel info share. Ona қайда кетті, құдай. Мынау каналдың несі жоқ қой, құдай. WhatsApp каналдың QR коды channel settings, no. Channel link. Міне екен. Онда тауып алдық.
Мынау өте ақ екен. Қазір көре тұрыңыздар. Міне. Осыны скайнерлеп алсаңыздар, WhatsApp каналымызға қосыласыздар. Кейбір шұғыл қысқа нұсқа хабарларды мен аудиомен сөйлей салам, сол аудионы осы WhatsApp каналымызбен Telegram каналымызда жаңағы мынау қалай көрінеді. Мен қазір осыны тіке неде жариялай салайыншы. Мына WhatsApp-тың коммунити дейтін бөлігі бар ғой. Соған жариялай салайын, сонда өздеріңіз асықпай көрерсіздер міне. Бұны бәрі сіздерге көрсетіп, мына WhatsApp-тың пост салатын жері бар ғой, соған сала салайыншы. Сонда өздеріңіз көріп, рахаттанып отырасыздар міне. Салып қойдым. Пост бөлігіне салып қойдым міне. Содан өздеріңіз көріп, қосылып алыңыздар. Айтар сөз осы, енді онлайн сұрақ жауаптарыңызға қысқа нұсқа жауап бере кетейік. Сонымен бүгін демалайық. Бізде енді түннің 1 уағы болды. Түнгі сағат 1-ден 2 кетті. 1-ден 12 кетті. Бізде демалайық. Түннің 1 уағы костюм шалбарды киіп, галстукты қылғынып тағып отырған бір түрлі екен енді. Міне бәрі мына YouTube-тың пост салатын бөлігіне салып қойдым. Соған өздеріңіз кіріп аларыңыздар. Ал тағы басқа не сұрақтарыңыз бар? Тайванға соғыс ашу мүмкіншілігі қаншалық? Тайванға соғыс ашуының мүмкіндігі 90%-дан асты деп болжауға болады. Себебі қазір бұны бүкіл батыстың аузы дуалы болжампаздары да айтып жатыр. Себебі Қытайдың қазіргі экономикалық жағдайы өте мүшкіл қиын. Бүкіл Қытай орта буржуазиясы, әсіресе Америкаға тауар шығарып, тауар тасып, тауар жеткізіп, тауар өңдеп, тауар өндіріп, немесе осы тауардың шикізатын өндіріп, тауарды тікелей болмаса да жарым-жартылай өндірісіне өзінің жаңағы бөлшектерін қосып сатып отырған. Осының барлығы айналып келгенде Американың осы күйретпе соққысынан кейін енді олар бірден өздерінің наразылығын Қытай билігіне қарсы көрсете бастайды дейді. Ал олар Қытай билігіне қарсы наразылыққа шыға бастағанда Қытай коммунистері халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Тайванға соғыс ашады дейді. Сондықтан Қытай Тайванға соғыс ашты деген сөз біздің көктен тілегеніміз жерден берді деген сөз. Қысқасы Қытай тасталқан болады. Бейне Украинаға соғыс ашқан Ресей қазір дүниедегі ең құрыған елге қалай айланып қалды. Құрыған елге айналды Ресей деген. Мысалы Ресей енді бір ғасырда да есін жия алмайды. Баяғыдағы соғыстан бұрынғы азуын айға білеген Ресей жоқ. Қазіргі Ресей адамы өлген, қаруы таусылған, экономикасы быт-шыт болған, экономикалық байланысы үзілген, қысқасы халқы торыққан, құрыған Ресейге айналды. Бұл енді Құдайдың бергені. Егер Қытай Тайванға соғыс ашса, ол да сол. Енді ең қарапайымы Украина не болды, Ресей не болды? Украина өзінің әскери өндірісін толығымен жасақтап алды. Украинаның қазіргі дрон өндірісі бүкіл дүниедегі дрон өндірісі үшін алғанда жаңағы жоғарғы алдыңғы деңгейде деп айтуға болады. Украина деген қазір жаңағы зымыран өндірісінде де өзінің кәдімгідей әлемдік деңгейдегі зымырандарменен ол алдыға кетіп қалды. Сондықтан қысқасы Украина өсті, өркендеді, ал Ресей қирады. Ресей қирады. Мысалы бір ғана нәрсе, 2025 жылда Украинада өндірілетін дрондардың өзі FPV дрондар, жеңіл типтегі дрондар, олардың өзі мысалы 5 миллион данадан асады. Ал алыс қашықтыққа ұшатын жаңа 1800, 2000, 3000 километр ұшатын дрондардың өзі 30 мың данадан артық өндіріледі. Ал Украинада қанатты зымырандарды білесіздер ғой. Енді осының өзіне Украинаның сол Еуропадан жаңағы
алған технологиясымен өндіретін қанат зымыранның өзі 3.000-нан асады екен. Енді осыдан ары қарай ойлай беріңдер. Ойлай беріңдер. 25 жылғы Еуроодақтың Украинаға беретін көмегі былтырғы Байденнің кезіндегі Американың Украинаға беретін көмегіне таяйды. Жетпейді, бірақ таяйды. Мысалы, 40 миллиард еуроға жеткіземіз деп отыр. Байдендікі 60 миллиард доллар еді, 40 миллиард еуро, әлі ортада біраз 20 миллиардтай кем. Енді жомарттығы түспелігі ұстап қалса, ұстау дейтін бір не бар ғой қазақта. Шық бермес шығайбай адам аяқ астынан түспес ұстағанда ел жасамаған жомарттықты жасап кетеді. Енді Еуропада да сондай бір түспес ұстап қалса, ары қарай беріп жіберу мүмкін. Мысалы, қысқасы Украина көтеріліп дамыды, ал Ресей құрыды. Бірақ ауыз сөз. Тағы басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қытай құласа, Қытайдың құрамындағы жерлерді аламыз ба дейді. Енді Қытай өзі тас талқан болып, балапан басына тұрымтай тұсына кетіп жатса, ол жерді алмай не істейміз енді? Ол жерді аламыз, ол буферлік зона қылып, ол жерде бір мемлекет құрып қоямыз. Шығыс Алаш Республикасы. Алаш Республикасы деген бір елді құрып қойып, онда қазақтар тұрса, несі жаман? Сосын Қазақстанда жаңа қазақтар оралман болып, онда барып жаңағы, ол жерден оралман куәлік алып, ол жер мемлекет батысшыл, америкашыл қазақ мемлекеті болып, ол мықтап дамып бейне Тайван дамыған сияқты. Мысалы, америкашыл Тайван дамыды, социалистік Қытай жаңа жүнжеп жабағы түшіп кетті ғой бір кезде, сол сияқты. Американың одақтасы оңтүстік Корей дамыды, Ресей Қытайдың одақтасы солтүстік Корей әлі құрыған сорлы ел болып тұр. Тура сол сияқты болып, ол жер мықтап дамып, жаңа Американың әскери базасы болса, сосын сол елді негіз ете отырып, мұна сәбет сасыған сасық коммунистерді тырқыратып қуып, бүкіл мұна жоғары жақтағы отырған сәбет өтіп кеткен, орыс өтіп кеткен зұлымдарды, мынау соның бәрінің көзін құртып, шын мәнінде тұтас қазақты азат қылуымыз мүмкін. Жаратушы Алланың қолында ғой бәрі. Егер несіп қылатын болса, Ресейдегі қазақтың ескі жер Орынборды, Астраханды, Азау теңізіне дейінгі жердің біразын алып аламыз ғой, жаңағы Сарытауды, Саратовты, жаңағы бәрін аламыз ғой. Енді Құдай соған әкеле жатыр ғой, біздің ежелден біздің көктөтпей, көгертпей, екі бүйірімізден бізді тепкілеп, сорғылап, жаншып, тапап, қынадай қырып келген екі империяны тарихтан бері осындай сорлайды деп кім ойлады? Кеше азуын айға білеп, ғарышқа зымыран атып тұрған орысты осындай сорлы бейшара болып, есекпен қару-жарақ тасиды деп кім ойлады? Кеше деген тура ақшасының көптігінен құтырылып, дүниеге қауіп төндіріп тұрған Қытай бүгінгідей бейшара сорлы болып, зарлап, аңырап кетеді, қаласы қаңырап қалады деп кім ойлады? Сондықтан бір жаратушының қолында ғой бәрі. 3 аймақта бір Қытай қалдырмай қуалаймыз дейді. Ой, самұрат, сен 3 аймақта Қытайды сен қуалаймыз демей-ақ, Қытай құлаған күні өз жерде Қытайдың біреуі қалмай өзі-ақ қашып кетеді. Оған баяғыда біз айттық қой, мына мен Жоңғардың қазағымын, Жоңғарияда. Содан сәбет басып кіреді деп Қытаймен сәбет ұстасып тұрған кезде, мына Жоңғарияда Қытайлар қашып, оның қу тұмсықтан жаяу жалпы өгізіне, есегіне мініп, атына мініп қашып, содан күн жылымай жатып, со қашқан қалың Қытай үсіп өлген, жолды үсіп өлген Қытайларды қазақтар тасып әрең бетін жауыпты ғой. Сонда жердің бетінен 20-30 сәнді әрең қазып көмсек тәуба болды дедік дейді. Ол Қытай деген өзі қорқақ халық. Ол мына камп билігі құлап өзі тас талқан опыр-топыр болып балапан басына тұрымтай тұсына кетсе, ол Қытай сен қумай-ақ өзі қашып пісіп жоғалып кетеді өзі. Әкеш сасық аузыңнан бір искейін, бақашайын жеген деп искейін десең де таппайсың ондай. Тарихтан бері солай олар. Олардың сол орталыққа бағынған зұлым жүйесі ғана оларды күшті қуатты ел қылып тұрды. Ал былай жеке адами физикалық тұрғыдан да, мынау интеллектуалдық тұрғыдан да, олардың халықтық тұрғыдан олар біздің теңіміз емес. Ал қандай сұрақ бар?
Секе Гитлер жеңсе не болар еді дейді. Қазақ ерте тәуелсіздік алар еді Гитлер жеңгенде. Қандай сұрақтарыңыз бар? Неге Израильге ең төменгі салық қойылды дейді. Ол қазақ емес қой Трамп. Ол сен сияқты ана айдаладағы атасы басқа Палестинде Газаны ойлап газамай деп жылайтын газабек емес қой, ол Трамп қой ол. Мемлекет дегенде эмоция жоқ, мемлекетте жауда жоқ, доста жоқ, мемлекетте мүдде деген нәрсе бар. Біліңіздер соны. Ол ақмақ қазақ емес, ана айдаладағы атасы басқа иті қара қасқа газалықты ойлап, аңырап, жылап, көздің жасын көлдетіп, Алматыда 5 километрге кезекке очередке тұрып, газаға жаңағы ыдыс аяқ, көрпе жастық, одеял, ақша жылу атап кететін жынды қазақ қой дейсің бе ол? Ол таптаза саясаткер, оның ойлайтын өзінің халқының мүддесі. Ол қазақтар сияқты ақымақ қой дейсің бе? Израиль Американың мәңгілік одақтасы. Неге? Орта шығыста Американың бір штаты ол. Оның Израиль деген аты болғанымен ол Американың 51-ші штаты. Тайвань деген аты болғанымен ол Американың 52-ші штаты. Оңтүстік Корея Американың 53-ші штаты. Жапония 54-ші штаты. Бар болғаны сол. Саясат деген сол. Мәңгілік жау жоқ, мәңгілік дос жоқ, мәңгілік мүдде бар. Ол қазақ өзі батысын су басып, аш-жалаңаш кедей ел зарлап жылап, қаңтаршылар емге ақша таппай зарлап жүрсе, біздің жынды қазақ газаға жылу атайды. Ал Араб, Саудия шіріген бай, Дубай шіріген бай, Катар шіріген бай, Куйт шіріген бай. Ол арабтар өзінің бауырын ойламайды да, біздің қазақ ойлап кетеді. Енді жынды демей не дейсің енді оны? Газабек ақындарыңыз өлең жазып кетеді еңіреп. Бірақ қазақ қырылып жатса, біреудің бір ауыз сөзі жоқ. Әзірде де жүр ғой, әзірде мынсы әлеуметтік желіде жүр. Сондықтан мынау Израильге Америка неге бейді? Израиль оның одақтасы болса, досы болса, қазақша айтқанда андасы болса, андасы. Ол неге көмектеспейді? Ол ана жерде қалың мұнайды ұстап отырған қалың арабпенен Американың мүддесін тоғыстырып отыр Израиль. Ол ана жерде Қызыл теңіздің аузын ұстап отырған йемендік шиғалық хуситтерді бомбалайтын кезде Израильдің көмегі керек. Әскери базасы тұру керек, оның технологиясы керек, оның қару керек. Америкада бүкіл университетті сол Жойттың байлары қаржыландырып отыр. Бүкіл қаншама әскери технологияны сол Жойттың ғалымдары тауып отыр. Қазақ тауып беріп па? Ғарыштық спутниктік технология, интернет технологиясы, ID технологиясы, жасанды ақыл технологиясы қайсысы Жойттік емес? Осы заманда ғылым білімнің қайсысы Жойттік емес? Ертең МС квадраты тапқан Эйнштейндікінің өзі Жойт. Анау психологияның атасы Фройд, ол да Жойт, Фройд. Енді ойлашы, қайсы Жойт емес енді? Сонда не? Ол қолынан боқ келмейтін, жалбаң ет, сақалы биттеп, анам әулиені ұстазды тыңдайды екен, мынау ұстазды тыңдайды екен деп, үйіндінің ортасында отырып, бірінің артын бірі шоқып отырған арабпен одақ болу керек пе? Жоқ. Ілімде, білімде, ғылымда алдыға кеткен, ғарыш десең ғарыш, жер десең жер, компьютер десең компьютерді тауып, күннен күнге жаңалықты тауып, басы сақылдап істеп тұрған Жойтпен дос болу керек пе? Сен өзің біреумен дос болсаң, кіммен дос боласың? Айтшы сен бір жеке тұлға ретінде айтшы, сен мемлекетті айтпай-ақ қой. Сен бір жеке тұлға болғанда бір сорлы, сақалы биттеп кеткен, қатыны сасып кеткен, өз сасық қатының үстіне тағы 4-5 сасық қатын алып алған, алға баспайтын, бірінің артын бірі шұқып отыратын, далбаң етіп, ана ұстаздың мүриті болып, соның аяғын жуған суын ішіп, мына ұстаздың мүриті болып, оның аяғын жуған суын ішіп жүрген. Сонда есек баспен дос болып, төрің отырғызтып, анда болып одақ боласың ба? Жоқ, ғылым, білім қуып, жоқтан бар жасап, осы замандағы бүкіл адамның жаңа мүмкіндігінің бәрін тауып, ғарышқа да ұшып, жерге де кіріп, теңізге де сүңгіп, жасанды ақылды тауып, роботын да жасап, қаруын да жасап, зымыранын жасап, ұшырып жасап, дронын ол бұлай, медицинасын ол бұлай, дәрі-дәрмегін ол бұлай жасап отырған елмен дос боласың ба? Қайсымен дос боласың? Ана Құдай ұрған жындымен ба?
Сондықтан мына қазақтар бар ғой, сендер жынды болмаңдаршы, қазақтар, реалист болыңдаршы. Сенің одақтасың сондай жынды болса, сақалы биттеп кеткен жынды, бір қора сасық қатын алып алған, далбаң жалбаң еткен, өңкей сол чейықтарының, ұстаздарының аяғын жуған, дәрет алған, суын ішіп отырған сондай есек баспен дос болсаң, сен де сондай есек бас боласың. Мына дүниеде тек күштілер өмір сүреді, қазақтар. Соны біліңдер. Мына дүниеде тек күштілер өмір сүреді. Күштілер өмір сүреді. Сендерді анау айдаладағы арапқа жанын аштып қойған орыстың пропагандасы. Орыстар айтады, біз дүниенің теңдігін ұстаймыз. Мына Нұразаттықта отырып, мына биліктің үгітшілері сөйлейді, Нұразаттықта отырып. Мына дүниені Америка айтып барады, мына Америка, Еуропа бүйтіп барады, ай, осы дүниені сол арыспамаса тәпәтәңдік сақталмайды дейді. Орыс не істемеді Сирияда? Палестинаны қанға бояғанда сол орыс. Тып-тыныш халықаралық келісім жасап, тып-тыныш отырған елге, Египетке қару беріп басып кірген сол орыс. Ауғанстанға не істемеді орыс? Енді мына дүниеде саған кім айтты? Құдай айтып па, Құранды айтып па, Інжілде, Зәбірде, Тауратта айтып па, мына дүниеде әділдік болады деп айтып па? Әділдік жоқ, сондықтан ақиретке қалтырады бәрі. Мына дүниеде күштілер өмір сүреді, болды. Күштісің ба, мықтысың ба? Құдайдың заңдылықтарына сай қаруың жасап, мықтап, экономиканы дамытып, бай болып, бақуатты болып, ғылымың мықты болып өмір сүрдің ба, сен мықтысың. Сондықтан былжыраған әңгімені қойыңдар, қазақтар. Америка неге Израильді қолдады? Не сонда? Жүнжеп жабағы түшіп, бір су дамбасын, су қоймасын, бір су сақтайтын бір көлшікті сала алмай жүрген. Ана Сәбеттің 70 жылы, Назарбаевтың 30 жылында су сақтайтын су қоймасын, су тоспасын сала алмай жүрген қазақ пен Америка дос болсын ба сонда? Ойлашы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Айдын Киров, Сирияның жаңа өкіметі айтады, демократияға бет бұрмайды дейді. Айдын Киров, сен Сирияны қатты уайымдасаң баршы сонда. Африкадағы Сирияда нең бар, ана? Нең бар сонда? Ол жатыр ана жақта. Мына жағы Араб, мына жағы Африка, мына жағы Еуропа, мына жағы Түркия. Ол 4 жолдың торабы. Тарихтан бері ол жерде тыныштық болған жоқ. Көршісі, ең жақын көршісі Түркия. Түркияға ортада мына Шуша Әзербайжанынан тартып, сен әрең жақындайсың. Сен Сирияны қатты уайымдап кетсең, бітші. Сен қатын балашаға қош айтты таңертең. Қош айтты жаңа, сен киініп солай қарай баршы қатты уайымдап кетсең. Не істейсің Сирияда, нең бар? Бізде де отыр ғой, бізде де отыр ғой, ол өз жердегі Сириядағылар сияқты есек бастар отыр ғой бізде жоғары жақта. Соның көзін құртып алайықшы. Біз билікті қолға алсақ, сол газабектерді газаға жібереміз, барып сол жерде солардың чейхтарының аяғын жуған, дәрет алған, суын ішіп бірге жасаңдар деп жібереміз, батамызды беріп барып. Қайтпа сол жақта. Барған жеріңе артыңа бұрылмай кет, тастай батып судайсың деп жібере саламыз, болды. Қандай сұрақтарыңыз бар? Ал сұрақтарыңыз болмаса, онда демалайын, мен түн болып кетті, демалайын. Жақсы, аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыз. Мен қазақтардың
анау мынау албаты биліктің неше түрлі ойындарына, назар аудармайтын нәрселерге назар аударып, өз өзінен жаңағы бір ақымақ болып жүргенін қаламаймын. Мен қазақтардың ақылы есі жоғары, IQ жоғары, көзі ашық, көкірегі ояу, сондай бір сапалы сортты қауым болып қалыптасқанын қалаймын. Мысалы, мен қаншама адамдарды, халықтарды көріп біліп жүрмін, Мысалы, әлеуметтік желіге кіріп мен көрім. Осы украиндердің сапасы қалай тексеріп шығам. Осы румындер қалай тексеріп шығам. Грузиндерді шетінен кіріп оқып шығам, группаларына қосылып. Мен сөйтем. Сон түркиялықтарды оқып шығамын. Арабтарды көріп шығамын, палестиндерді көріп шығам, Израильдің сайттарына кіріп, олардың жазбаларын оқып шығам, Твиттердегі нелеріне кіріп шығып, шетінен оқып шығам. Мен бәрін көріп отырам. Жапон, Корей, оны көріп отырам. Дүниедегі Құдай ұрған Құдай өзі ұрып қойған, Құдай қорқып қойған қауымдар бар. Ол орыс тілді региондағы қауымдар және Қытай тілді региондағы қауымдар. Қытайдың жаңағы сасық көкірек, ұлтшыл, Құдай ұрған радикалдар жеткілікті. Орыстардың сасық көкірек, ұлтшыл, радикал, соғыс құмары жеткілікті. Ал жаңа барлық өскен, өркендеген Құдай бұл дүниелігін мықты қып, жақсы қып беріп қойған халықтардың бәрінде бір сондай керемет ақылдылық бар. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Жақсы, аман сау болыңыздар. Трамптың егер жаны аман болса, Құдай оны көлденең бәле жаладан, ұшқан оқтан, атқан жебеден аман сақтаса, қастық бірдеңе болмаса, біз осы Трамптың билікті ұстап тұрған кезінде Қытайдың құлағанын өз көзімізбен көреміз. Қытай құлап, Қытайда бір үлкен өзгеріс болса, ол біздің ертең Қазақстанда өзгеріс жасауымызға үлкен орай болады. Бұл жақсылық. Біз тубасты ойладық, Ресей құлап тасталқан болса, Қазақстанда өзгеріс жасаймыз деп. Қазір оның ауылы сәл алыстаған сияқты. Ресеймен әлі қидаласып, әлі атысып, шабысып тұра тұруды Украинаның кезегінде қалтырды жаратушының өзі. Бірақ егер Қытай алай-дүлей тасталқан болып кетсе, ол да ертең Қазақстанда үлкен өзгеріс жасау үшін ең бір ашылған терезе болады. Немесе соған бір Құдай салып қойған жол сол жақтан шығуы мүмкін. Сол жақтан шығуы мүмкін. Жақсы, аман сау болыңыздар, қалың елім, қазағым. Саяси сауатты болайық, бөлісейік, таратайық. Мен бір жоспарларды жасап, ойлап, ойымда, елегімде пысырып жатырмын. Егер Қытай алай-дүлей болатындай бір мүмкіндік туатын болса, атқа мінетін кез келеді. Атқа мінетін. Мүмкін ата-бабаның ежелгі қонысын, шығыс қазақ жерін алу үшін мүмкін үлкен саяси дайындыққа көшетін бір күн кеп қалған сияқты. Қаруын, қаражатын біз шешсек, атқа қонып, ата-баба қонысын алатын, немесе алуға қатысатын қазақ дайынсың ба? Соны ойлай беріңдер. Орайды Құдай тек сол орайға дайын қауымға береді. Құдай егер бізге ата-бабаның ежелгі қонысын, қазақтың шығыс қонысын алуды несіп қылса, сол жерді алып барып, тұтас қазақтың ежелгі ескі қонысын қайтадан біріктіретін, орайды беретін болса, неге істемеске? Осы ұлан-ғайыр далада еркіндікті ту қылып, азаттықты аңсап өлген ата-бабамыздың арманын біз жүзеге асырсақ, қандай керемет болады.
Соған дайындалайық, рухани дайындалайық. Орайды күтейік. Қандай да бір сәт туатын болса, қарпып қалуға тырысайық. Аман болайық, қазақтарым.